Екінші сұрақ. Теңдеу түбірлерінің кішісін табыңыз. Мына жақта бізде пропорция берілген, және пропорцияның мына жақта модуль бар. Осындай модуль теңдеуді шығару үшін пропорция негізгі қасиетті қолданамыз. Екі шеткі мүшені көбейтеміз де, ортаңғы мүшенің біреуіне бөлеміз. Модуль x-2 бөлек жазылады. Өйткені мына жақта белгісіз бар. -2,4 көбейту -5,7 бөлінген 1,9. Минус минуске плюс, ол үшін сатсақ болады минустерімізді. 5,7 және 1,9 екеуі де 1,9-ға бөлінеді. Қысқартамыз 1, мына жақта 3. Үстінде көбейткенде 2,4-ті 3-ке 7,2 шығады. Астында 1 сол сан қала береді. Енді қарайық. Егер модульден шыққан сан 7,2 болса, ол бізде плюс сан. Плюс сан шықса, ішінде қандай сан болғаны белгісіз. Ол плюс та болуы мүмкін еді, минус мүмкін еді. Мысалы, 5-тің модулі тең болады 5-ке. Минус 5-тің модулі ол да 5-ке тең. Қараңыз, жауабында бәрібір плюс сан, ішінде не болғаны белгісіз. Мына жақта плюс та болуы мүмкін, минус та болуы мүмкін. Енді теңдеуімізде мына жақта ішіндегі мәні белгісіз болса, екі түрінде бөлу керекпіз. x-2 тең 7,2-ге және x-2 тең минус 7,2-ге. Плюс санды да қарадық және минус санды қарадымыз. x тең 7,2 қосылған 2. x-іміз тең мына жақта 9,2-ге. Ол бірінші x-іміз. Екіншісі, x-2 тең болса минус 7,2-ге, x-іміз тең минус 7,2 қосу 2. Мына жақта екі санның таңбалары әртүрлі, үлкеннен кішісін азайтамыз, үлкеннің таңбасы алынады. Сол үшін 7,2 азайту 2, ол 5,2, үлкеннің таңбасы минус болған үшін, мына жақта минус 5,2. x2 тең минус 5,2-ге. Түбірлердің кішісі бізге қажет. Кішісі болса, x2 бізде кіші мына қаранды. Сол үшін жауабы С. Минус 5,2.